Рилстағы фишкалар. Енді сіздер рилсті сторисқа бөліскен кезде артына кез келген фон қоя аласыздар. Яғни бұрында доступна болған, бірақ бұл жерде сіздер слоймен жұмыс жасай аласыздар. Мына жерде түсін өзгерту арқылы изменить етсеңіз болады. Екінші, стикери бөліміне барып, галереядан дайындап алған өзіміздің кез келген картинкамызды қоямыз. Мысалға, ана біреуін таңдай салайын, үлкейтіп, осылай үстін басып тұрып астыға тартсаңыз, жанында слойдың эмблемасы пайда болып, осылай изменить ете аласыздар. Кез келген текстті жазып, тағы да үстін басып астыға тартсаңыздар, жаңағы слой уже үшеу болады сіздерде. И осылай астыға тартып, рилстің астына қойып дегенде изменить ете бересіздер. Енді рилсті салған кезде охват көтеретін әдіс, ол мынаяққа добавьте подпись или опрос деп тұр. Яғни бұрынғыда тек қана описание жазып емес, сіздер опроста қоя аласыздар. Сіздің аудиторияңыз жаңағындай варианттар таңдап, сіздің рилсіңіздің охватында көтеруге үлкен үлес қосады. Ал добавить кнопку отправить сообщение деген жерде, мысалы сіздердің рилстарыңыз сізге сообщение жазатындай мүмкіндік болса, онда осылай отправить сообщениеға директіңізді немесе WhatsApp-ыңызды қойып қойсаңыз болады. Енді рилс салған кезде сіздер көбінесе мысалға бір музыка қойғыларыңыз келеді. И фонетикаларыңызда ылғи шетелдік әншілердің музыкасы тұрады. Отандық әншілеріміз десеңіздер, мысалы Қайрат Нұртас десеңіздер, результатов нет деп шығады. Қазақ әндері пайда болсын десеңіздер, сіздер аккаунтыңызға барып, жоғары жақтағы үш сызықты тауып аласыздар, потом настройки бөліміне барасыздар. Егер де сізде ол жаңа аккаунт болса, осындай болады. Ал егер бұрыннан келе жатқан аккаунт болса, кішкене өзгеше, бірақ настройкінің арасынан тауып аласыз. Осылай настройкиға барғаннан кейін астында көкпен тұрады осылай переключить тип аккаунта деген. Осының үстін басасыз, потом сізде бұл бизнес аккаунт қой енді. Енді сіздер переключиться на аккаунт автора дегенге барасыздар. Соның үстін басқаннан кейін сіздерде ешқандай бизнес аккаунттан ерекшелік көп болмайды, бірақ жаңағы фонетикада қазақ тілді әндер пайда болады. Мысалы, рилсқа қайтадан барайық, жаңағы рилсімізді продолжить етейік, и фонетиканың үстін бассақ, уже поиске тағы да Қайрат Нұртас деп жазып көрейін, біздің өзіміздің Қайрат Нұртастың әндері шықты міне. Осы нәрсені қалай істеймін деп іздеп жүрген болсаңыз, бұл видео сізге арналған.